үйді алып та кірген. Сол Наурыздың телефонымен әлі отыр, иә? Жоқ, сіздер жазып көрдіңіздер ма? Жазсам оқиды, жауап бермейді. Тек оқиды, жауап бермейді. Кеше ана кім айтты ғой, оператор, какой-то алгоритммен жұмыс жасап отыр дейді. Өзінің ақпары белгілі 3 миллион кіріп тұр ғой солай. Сол именно сол Ташкенттен шығып көрді деп тұр. Ташкенттен. Мына жағдайды түсінбей отырмын. Бізге полиция департаменті бастығының орынбасары сұхбат берген кезде дүйсенбі күні бұлар қыз күйеу Шымкент арқылы Қапыланбек кеден бекеті арқылы Өзбекстанға өтіп кеткен деді. Енді кеше туыстарымен сұхбаттасып тұрған кезде оларға Ақтау арқылы ұшып кеткен дегенді айтқан. Сол жерден камераға түскен дейді, бейнебақылауларға қыз бен күйеу бала түсіп қалған, сол жерден көрдік депті. Көрдік, бізде барлық ақпараттар депті. Енді бұл қалай? Кеден бекеті арқылы өтті ме Өзбекстанға, әлде Ақтау арқылы ұшты ма шетелге? Қалай болып кетті? Осыны түсіне алмай отырмыз. Енді полиция департаменті ресми ақпарат беретін болар осыған байланысты. Бірақ енді мынау үлкен резонанс болып жатқан, қанды оқиға, мынау трагедия болып жатқанда, полицияда ертең пресс-конференция бір нәрсе ұйымдастыратын болар, күтейік енді. Енді бір жағдай, таксимен қыз күйеу балаған келгенін білет, және 5 күні кеткенін білет. Таксимен осы ауылға келген. Кеткен осы ауылға. Кім білет оны? Өздері құқық қорғау органдары біліп отыр, оның бәрін шығарып отыр түгел. Енді келген, Атырауға кеткен, именно кеткен кезде Мейрамгүл кеткен бірге, ілесіп, үшеуі бірге. Таксист бәрін айтып отыр дейді құқық. Бірақ Мақсұт тәтемен Нәсіп жоқ, жеңгеміз. Екеуі жоқ. Қай уақытта шыққан оны білмеймін. Тек Мейрамгүлді алып кеткен. Мейрамгүл ілесіп кеткен. Бұрынғыдай ауылда да бауырмашылық жоқ. Қала сияқты дамығаннан кейін туалет іште, газ келіп тұр, су келіп тұрғаннан кейін бұрынғысыдай бір-бірін қатты іздемейді. Шындығында бәрі телефонмен алданады, таңертең малды шығарып жібереді, қайтып келеді, үйде телефонмен жатады шындығын кезде. Бірақ енді солай болайын деп тұр. Сол екісі мен үшінің аралығында даже кімнің қойды шығарып, кімнің қойды қамағанды біле алмай отырдық та, 5-інің аралығында шындығын айтқан кезде. Кім шығарды? Мақсатен өзі шығарды ма, әйелі шығарды ма, қызы шығарды ма? Оны көршілерде ешкім көрмеген. Тек 5 күні ғана ауылдан сол 2-де таксимен шыққаннан кейін көршіге жазған, көрші малды қамай қойшы, қойды. Көрші қамаған, кешке соққан үш рет. Жаңағы қыз күйеулер қай кезде келген деп отыр? 2 күні келген. 2-сінен 5-іне дейін, 4-іне дейін болған. 5-іне дейін болған. 5 күні сағат 2-де өздерінің айтуынша, құқық қорғау органдарының айтуынша, сағат 2-де такси келген мына жерге міне. Күндізгі 2-де. Күндізгі 2-де. Содан сағат 5:30-да, 6-ларда Атырауда геологта болған. Армысыздар, менің әлеуметтік желідегі қолдаушыларым. Кеше мен Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылынан сапардан келгеннен кейін түн ішінде бір адам телефон соқты маған. Оны бөліскенмін сіздермен. Өзбекстан еліндемін, негізі Атыраудың азаматымын. Сіздің Жангелдин ауылына барып келгеніңізді білеміз. Мынау ақпараттарды бөліспеңіз, салмаңыз дегенде жаңағы маған қорқыныш тудыратын әңгімелер айтты телефон шалып. Енді осыны әлеуметтік желіде бөліскен едім. Подписчиктерімнің бірі жедел түрде тауып берді маған. Кім екен, аты жөнін бәрін мәліметін тауып берді. Осы бойынша полицияға хабарласқанмын. Полиция оны сол бойы тапты. Жаңа ғана ол кісіменен кешірім сұрады. Бұрын негізі құзырлы органдарда азғантай уақыт қызмет атқарған екен. Сол ішімдік ішіп отырып, образға кіріп кетіп, маған сөйтіп түннің ішінде телефон соққан. Қазір видеосын осы жерге саламын. Енді ол кісіге кешірім бердім, арызымды қайтып алдым. Мен үшін алаңдаған, менің амандығымды тілеп отқан баршаңызға мың алғыс. Не үшін телефон соққан білмеймін, ол кезде мен ішімдік ішкен кезде болды. Сол себепті жаңа жақсы қызынан кешірім сұраймын. Келесі сонда қайталадым. Келесі сонда жағдай болмайды. Мына алаңдап отырған халықтан кешірім сұраймын. Келесі сонда қайталамайды. Сол Ақбаян мен күйеу балаңыз туралы айтыңызшы, сіз араласасыз ба олармен? Ақбаянмен араласып жүр, қалада жүргенде үйге қонаққа шақырады, кейде барып кетеміз, кейде сұраймыз, кейде мен әйелімді көріп қалатын даладан. Қаланың шығын, Аппузда бірге жүреді. Сонда араласып жүріп, бір барып кетті. Бірақ күйеу бала сондай өзі тұйық адам енді. Көп ешкіммен араласпайды, көп сөйлемейді. Бірге үйге барған кезде де бір столға отырып, бірге тамақ ішіп, ондай бір несі жоқ. Сондай бала. Ауылға да бір-екі келіп кеткен бала ғой. Ондай нәрсе шығады деп одан бір шын айтқанда ойламадық та, бірақ енді осылай деп келген кезде енді ақпараттар естіп жатсыздар, өздеріңіз көріп жатсыздар, шығарып жатыр қазір. Қайда жүргенін де біліп отыр қазір шын айтқанда. Кеше Атыраудағы апаңыз кішкене анау қарындасыңыз Ақбаян мамасынан алшақтап жүрді деді. Себебі неге мына 5-ші баланы босанған кездің алдында қарындасымыз қолқасына салқан тиіп,
ауырып қалды деді. Осы себеп болуы мүмкін ба? Есінен жоғалған ғой, память жоғалтқан. Жоқ, қарындасыңыз бен күйеу балаңыз қандай да бір қарызға кіріп, қиналып жүргендерін естіген жоқсыздар ма? Қаншадан, мысалы, Наурыздан сұрайым, Түркияға апарып емдетіп келді, Наурыз бірге барып келді. Сол мамалар да айтып жатады. Кімді емдетіп келді? Ақбаянды. Сол кезде мен жазғам оларға. Аман сен жеттіңдер ма дегенде, я жеттік деді. Бұйырса келеміз дегенде, ем қалай болды деген, бәрі жақсы, тек ем алу керек, система салу керек, укол салу керек, кішкене әлсіреп қалған, неден кейін көп қан жоғалтқан, не деп, ішінде бала бар еще әлі, дүниеге келмеген. Сөйтіп айтты деді де, олар 14 күні через Ақтау Атырауға келді. Емнен. Сосын мен сол кезде сұрағанда ақша бірдеңе көмек керек емес па, балдар болса шығайын Турцияға, қазақтар бар қанша жақындасып көмектесін деген жоқ, күйеу бала ешкімнен көмек сұрап жатқан жоқ, өзінде ақша бар деп айтты. Сосын мен де бір сөзінде Наурыз айтып қалды, осы күйеу бала білмеймін ақша қайдан табатынын, әйтеуір ақшамен жүреді деп айтты. Наурызбен қарындасы ма ол? Ақбаян қарындасы ма? Олардың араласы, күйеу баламен араласы туралы білесіз бе? Жақсы болды ма? Жақсы қарым-қатынаста болды. Себебі мен қанша Наурыз қалада келеді, именно сол үйге бола ма Наурыз? Неге барасың деп айттым. Бір сөзінде айттым Наурызға. Енді ерлі зайыптылар неге бөлек тұрмайсың, бірге барасың дегенде көмектесіп жүрмін деді, қарындасым, дәрісін беремін. Күйеу бала жұмысқа кетіп қалады, ертең келейін деп айтып жүрді. Соның қасында бірге боламын. Наурыз сол үйде болады көбіне. Көмектесемін, дәрісін беремін. Сол жұмыс жасамай бір уақыттарда сол жақта жатып қасында қарасып жүрді ол дейді. Кейін ауылға келді қайтадан. Осы қалаға кеткеннен кейін сол таба алмай қалыпты ғой осы кеткен. Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақстан елі, Қазақстан халқы. Бүгін болып жатқан кешегі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылында болып жатқан жағдайды естіп жатқан шығарсыздар. Қайғыға ортақтасып көңіл білдіріп жатқан жандарға Алла разы болсын. Әр нәрсенің қайырын сұраймыз артының еліміне. Бүгінгі болып жатқан қайғы жағдайдың Мақсұт, Қаравали Мақсұт деген кісінің інісі болам. Өкінішке орай осындай бір жағдайлар естіп жатырмық, сондай бір кейбір интернет желілерінде адамдар салып жатыр, осындай бір көмек қолын беремін десеңіздер, осындай нөмірге жіберіңіздер, салыңыздар деген сияқты ақпараттар тарап жатыр дейді. Ол ақпараттың жалған екендігін айту мақсатында, ескерту мақсатында сіздерге арнайы үндеу жолдап жатыр. Осылай ондай ақпараттарға сенбеулеріңізді сұраймыз. Өзіміз ел болып, ауыл болып, осы жердегі ағайын бар, туыс болып, өзіміз жинақталып жатырмық, өзіміз бәріне үйлестіріп жатырмық. Алла қаласа аман есен жер қойнауына табыстағаннан кейін табыстайтын боламыз. Енді сондай бір ақпараттарға сенбеулеріңізді сұраймыз. Ешқандай ақша интернет желісі арқылы жиналып жатқан жоқ. Ол ақпараттар жалған. Сондай ақпараттарға алданып қалмауларыңызды, сеніп қалмауларыңызды сұраймыз. Тұрып, мынау Фейсбукты ашып қалсам, бір постымда осы қыздың қылмысқа қатысы бар деп жазып кетті. Не масқара. Әрбір сөздеріңізге, әрбір істеріңізге жауап бересіздер ғой. Мынау елдің бәрі аңырап қалып, мынау трагедия, шағын ғана ауылдың ішінде жан түршігерлік оқиға болып жатыр, сұмдық жағдай болып жатыр. Ал сіздер оны, біз керісінше осы елді ақпараттандырайықшы, айтайықшы, не болып жатқанын түсіндірейікші деп шауып жүрсек, барып сол жерге басынан аяғына дейін оқиғаны сипаттап, ал сіздер отырып алып, үйде жол жерде отырып, ергіп не болса соны жазып отырсыздар. Осыны біреу айтады ма деп бағана ойлап қойған видео салып жатқан кезде. Мынау жып-жылы Атырауда басына бас киім киіп алыпты, кеше аяз Қызылқоғада жүріп тыштаңдап жалаңбас шапқылап жүр деп. Біреулер ұрсып жатыр, моды көрсетіп жүрсін ба, нағып жүрсін деп. Тележурналистиканың тәртібінде мынау түсірілім кезінде біз бас киіммен тұруымызға болмайды. Сосын мен бас киімсіз шығып кеттім. Көлікте қалды бас киім.